Әлемге аты танылған әйгілі сәуегей Ванга туралы не білесіз? Және ол кім? Бәріңе сәлеміз, назарларыңызға Ванга туралы ақпараттарды ұсынамын. Сонымен бастаймыз. Ванга. Толық аты жөні Вангелия Пандева Гуштерова. 1911 жылы Осман империясындағы қазіргі Македония қалашығында дүниеге келген көріпкел адам. 20 ғасырдың ең әйгілі және қасиетті адамдарының бірі. 3 жасында анасынан айырылып жетім қалған. Әкесі бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Соғыстан оралған соң әкесі басқа әйелмен қосылып, Ванга өгей анасының қолында тәрбиеленеді. 1923 жылы Ванга және оның жанұясы Македониядағы Нова ауылына қоныс аударады. Сол жылы қатты сұрапыл дауыл болып, дауыл қызды бірнеше қашықтыққа дейін ұшырып әкетеді. Адамдар қызды кешкісін ағаш бұтақтарының арасынан әрең дегенде тауып алады. Бұл кезде қыздың екі көзі ағып түсіп, құмға толып қалған екен. Кедей жанұяның қыздың көзін емдеуге қаражаты жетпегендіктен қыз соқыр болып қалады. Ал осы оқиға болмай тұрып, 2 күн бұрын Ванга өзінің мәңгілік қараңғыда қалатынын әкесіне айтқан болады. Ванганың болжамдарының біразы шынайы келген. Солардың бірі Сталиннің қай жылы өлетіндігін дәл тапқан. Чернобыльдегі апатты, Курск кемесінің суға батуы, 2001 жылы Нью-Йорк қаласындағы қарауыл күнді және 1996 жылы Ресейдегі президенттік сайлауда Эльциннің жеңіске жететінін қатесіз тапқан. Бірақ оның 2010 жылы 3-ші дүниежүзілік соғыс басталып, ол 4 жыл бойы жалғасады деген болжамы жүзеге аспай қалды. Ал Ванга келешек жайлы, яғни болашақта қандай оқиғалардың болатындығын айтып кеткен екен. Солардың бірнешеуіне құлақ салып тыңдап көрейік. Бірінші былай депті: 2018 жылы Қытай әлемдік жаңа держава ретінде дүние жүзіне үстемдік жүргізе бастайды депті. Бұған келісуге болады, өйткені қазіргі таңда Қазақстанның кейбір жерлерін Қытайлар билік жүргізуде. Екінші былай деген: 2023 жылы жер орбитасы өзгеріске ұшырайды. Үшінші, 2025 жылы Еуропаға жұрт аздап қоныстана бастайды деген. Енді Қазақстанда өлім көп болатын болса, онда адамдар Еуропаға, Америкаға, тіпті Мадагаскар аралына кетіп қалуы мүмкін. Әрине өмір сүру үшін, жұмыс істеу үшін, сол жақта кішкене. Төртінші былай деген: 2028 жылы энергияның жаңа көзі табылады. Венераға корабль аттандырылады. Бесінші, 2033 жылы поляр мұздары еріп, мұхиттар таси бастайды. 2033-ке дейін тірі болсақ көреміз, тірі болмасақ көрмейміз. Алтыншы, 2043 жылы әлемдік экономика гүлдеп, Еуропаны мұсылмандар билейді деген. Бұны да тірі болсақ көреміз, тірі болмасақ көрмейміз. Ал соңғысы 2046 жылы адамның кез келген органын ауыстырып салуға болады деп өзінің болжамдарын айтқан екен. Бұған толықтай келісуге болады, өйткені 2046 жылы адамның басын, миын, көзін, тіпті бүкіл денесін ауыстыратын шығар. Сонымен бүгінгі видео аяқталды. Бірге болған мен Ақжол, әрине кездескенше.